Сәлем қыздар, біз жұмсақ пицца дайындаймыз. Ол үшін жылы су, сұйық май, аздап тұз қажет және ашытқы. Барлығын араластырып, бетін жауып 20 минутқа қоямыз. 20 минуттан соң ұнымызды ситадан өткізіп, жұмсақ қамыр илейміз. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамырды илеп, 40 минутқа бетін жауып қайттан қоямыз. Қамыр дайын болам дегенше біз салмасын дайындаймыз. Салмасы өз қалауларыңыз бойынша. Қамыр ашып тұр екен, 2 бөлікке бөліп тапамызға орналастырамыз. Үйде қалған андика болсын, пиццамыз ащы болу үшін қосуға болады. Майонез және кетчупты жағып, щетканың көмегімен бетіне жапшырамыз. Барлық бөлігіне жабып шығып, салмамызды бетіне орналастырамыз және қызып тұрған пеште 20 минутқа салып аламыз. Сырымызды теркадан өткізіп, 5 минутқа тағы қалдырамыз. Біздің пиццамыз дайын, жұмсақ пицца шықты. Және пиццаны теңдей бөліктерге бөлеміз. Жасап көруге кеңес берем, аз болсын.